Көне түрік дәуірі мәдениетінің тарихы. Бұл екінші сабағымыз. Экранға мұқият көңіл бөліңіз. Бірінші мүсін өнері. Бұл 6 мен 9 ғасырда түркілер керуен жолдарының бойында және көшіп қону бағыттарында су тапшылығын көрмеу үшін қазылған құдықтардың үстіне тұрғызылған күмбезді ескерткіш. Бұл сардоба. Және түркілер адам бейнеленген балбал тас, міне көрініп тұр, балбал тастар орнатқан. Негізіне қабірге немесе ғибадат өткізетін орындарға тұрғызылған еді. Осы ерте орта ғасырдағы қала мәдениетінің қалыптасуына тоқталайық. Негізі сіздер білесіздер, қала мәдениеті оңтүстік Қазақстан және Жетісу аймағында дамыды. Міне ол картада сіздерде көрсетіліп тұр. Оңтүстік Қазақстанда орта ғасырлық қала мәдениеті ежелгі қаңлылар дәстүрінде қалыптасқан. Қаңлылардың дәстүрінде, ұмытпаңыз. Осы аумақта қала мәдениетін өркендетуде соғдылар маңызды рөл атқарды дейді. Соғдылардың маңызы жоғары болды. 6 мен 9 ғасырда оңтүстік Қазақстанда түрк соғдылық аталған мәдени кешен пайда болған. Енді осы уақытта қаланың керемет көркеюіне Ұлы Жібек жолы және халықаралық керуен саудасының маңызды рөл атқарғанын білеміз. Ол қай уақытта? Осы 6 мен 9 ғасырда. Тағы қосымша айтып кетейік. Орталық Қазақстан мен Ертіс өңірі ерте түркілер заманында оңтүстік Қазақстан мен Жетісудан кейінгі қала мен егіншілік мәдениет өркениетіндегі өңір болып саналынады. Демек, бірінші оңтүстік Қазақстан мен Жетісу болса, осы оңтүстік Қазақстан мен Жетісу аймағынан кейінгі қала мен егіншіліктің мәдениеттің жақсы өркендеген өңірі ол орталық Қазақстан мен Ертіс өңірлері. Енді қала құрылысына тоқталайық. Орта ғасырлық қала 3 бөліктен тұрды. Мысалға, бірінші бөлігі цитадель. Қаланың орталық бөлігі ішкі бекіністе қала билеушілерінің ордасы орналасқан. Цитадельде қуатты қорғаныс жүйесі, салтанатты дәліздер, сақтау қоймалары болды. Міне керемет ерекшелігі. Цитадельдің сыртын жағы Шахристан қоршап тұрады. Цитадельдің ерекшелігін ұмытпаңыздар. Қаланың ортасында орналасқан ішкі бөлігінде қала билеушілерінің ордасы және қуатты қорғаныс жүйесі ол бар, және салтанатты дәліздер және сақтау қоймалары бар. Ал Шахристан екінші бөлігі, Шахристан, мұнда қала ақсүйектері қоныстанады. Міне ерекшелігі, қала ақсүйектері. Ал осы цитадельдің сыртын қоршап тұрған ол Рабат. Ал Рабатқа тоқталайық. Рабат қолөнер сауда орны. Басты ерекшеліктері. Шахристан мен іргелес орналасты. Онда қаланың негізгі халқы өмір сүреді. Мұнда, осы Рабатта, шеберханалар мен мекен жайлар салынады. Рабатта қорғанмен қоршалады. Осы 6 мен 8 ғасырда Шу алқабында ірі қалалар мен көптеген шағын қоныстар болды. Оны біз қайдан білеміз? Оны біз Қарлұқ қағанатын өткенінде айтқан болатынбыз. Осы Қарлұқ қағанатының қалалары туралы Хадут әл-Алам өзінің дерегінде былай дейді. Қарлұқтар елінде 25 қаламен қоныс болғандығы айтылады. Олардың көпшілігі Ұлы Жібек жолы бойында орналасқан дейді. Міне, олардың қалалары болғандығы. Және қала туралы деректер руна жазуларында сақталған. Ол жерде не дейді? Көне түрік руна ескерткіштерінде балық, қала, барқ, ол ғимарат деген түркілік атаулар келтіріледі. Осыны естеріңізден шығармаңыздар. Балық қала, балықдақы қалалықтар, барқ, ғимарат деген мағынаны береді деген түркілік атаулар беріледі. Естеріңізде қалсын және түртіп алып отырыңыздар. Енді қалалардың ерекшелігіне тоқталайық. Қалалардың ерекшелігі, негізі 3 ерекшелігі бар.
Міне бірінші ерекшелігі тұр екен, ол қала халқының бір бөлігі жартылай отырықшы мал шаруашылығымен айналысып, жаз мезгілін жайлауда өткізеді. Екінші, көшпелілер әлемімен тығыз байланыста болып, солардың ықпалымен дамиды. Екіншісі мына жерде жазылмаған, қайталаймын. Көшпелілер әлемімен тығыз байланыста болып, солардың ықпалымен дамиды. Ал үшіншісі, міне сіздерде экранда тұр. Қалалар алғашында әкімшілік сауда орталықтары ретінде пайда болды. Міне үш ерекшелігі. Біреуін мен өзім қосымша айттым. Экранда жазылмапты. Енді Қытай саяхатшысының дерегінде келтіріледі осы қалаға байланысты. Мұқият тыңдаңыз. Ол Қытай саяхатшысы кім екен? Цзиян. Ол былай дейді: олардың әр қайсының өз бастығы бар. Демек, әр қаланы басқаратын бастығын айтып тұр. Олар бір-біріне тәуелді болмаса да, әр қала бір-біріне тәуелді емес. Бірақ бәрі бір қағанға бағынады. Демек, бір қаған басқаратын және әр қаланы басқаратын адам болғандығын көрсетіп тұр. Келесі сабақта осы 6 мен 9 ғасырдағы мәдениетті жалғастырамыз. Тыңдағаныңызға рахмет.